Kanalıma қош келдіңіз. Бүгін ең жұмсақ вафлин рецептімен бөлісемін. Аз ғана уақыттың ішінде дайын болатын және ең қолжетімді және ең дәмді жұмсақ бәліштің бірі. Ал бисмилля, бастайық. Мен күнделікті қолданыстағы ыдыстар арқылы сіздерге де өлшеп көрсетіп жатырмын. Астында нақты таразыда өлшемі тұр. Жарты шай кесе қант, 1 шай пиала сүт, 1 шай пиала сұйық май. Мен күнделікті тағамға қолданатын сұйық майды қолданып жатырмын. Егер сізде болса, сливочный маслоны ертіп салсаңыздар, тіпті дәмді әрі жұмсақ шығады. 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель, және де 1 үлкен сорпа кесемен бетін толтырмай 200 грамм ұныңызды салып, жақсылап әцеге еткенше араластырасыз. Және де құрамына қосып жатқан қоспалардың барлығы бөлме температурасында болу керек, және де ұнды осылай бір-бірден салмай, бірнеше бөлікке бөліп салып араластырып алғаныңыз жақсы. Дайындап алған вафлимызды енді вафленица арқылы пісіреміз. Егер де сіздерде вафленица болмаса, табаны қыздырып, баяу отта панкейк ретінде пісіріп алсаңыз болады. Вафленицамызға 1-1,5 қасық көлемінде салып, шет-шетінен тигізіп, бетіне жауып пісіріп аламыз. Осы рецептпен көріп тұрғандарыңыздай 12 штук вафля шығады. Ең қолжетімді және тез дайындалатын ең күшті рецепт деп айта аламын. Өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Рецепті жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта рецепттер шығатын болады. Назарыңызға рахмет, ас болсын.